Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналымның дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет. 25-тен артық жас бар ма? Ұйқыдан жаман қас бар ма? Еріншектен жаман нас бар ма? Ойлаңдаршы, ағалар. Шын жарыңнан артық дос бар ма? Шын жолдасың ондайда, жауға сені тастар ма? Айта салған бір сырым, бірге жүрген достарға. Су шықпас қазған менен тау басынан, қазақтың дау кетпейді сау басынан. Жолдасы сыр айтысқан жау боп шықса, ер жігіт жаңылады тәубасынан. Асқар таудың өлгені, басын мұнар шалғаны, көктегі бұлттың өлгені, асалмай таудан қалғаны, ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, айдын шалқар өлгені, мұз болып тастай қатқаны, қара жердің өлгені, қар астында қалғаны, өлмегенде не өлмейді, ғалымның хаты өлмейді. Ойқастаған жақсы атпен орта жолда қалмайсың, кішігірім мақсатпен үлкен адам болмайсың. Қолыңда барда адамсың, қолыңда жоқта жамансың, қолыңнан келмей қалғанда шашылып қалған сабансың. Денсаулық болса амансың, бәріне бірдей жағарсың. Денсаулық сенен кеткенде, ешкімсіз жалғыз қаларсың. Өзімшілмен теңеспе, өсекшімен кеңеспе, өз тағдырың өзіңнің қолыңда тұр емес пе? Санасызбен санаспа, ақымақпен таласпа, артын қуып әркімнің өз жолыңнан адаспа. Әлсіздермен алыспа, күштілерден қалыспа, өз күшіңді шыңда да, өзіңді сал жарысқа. Сіз мені түсінбейсіз ана деп айқайлаған екен баласы. Сені тіпті сөйлей алмайтындай нәресте кезіңде мен сені түсінетмін деген екен. Ана баланы 9 ай құрсағында, 2 жыл бауырында, өмір бойы жүрегінде көтереді. Аналарыңызды құрметтеңдер, сыйлаңыздар, жылатпаңыздар. Мейлі алда, мейлі күл, қайтар дүние дайын тұр.